Саламатсызбы, құрметті көрермендер. Ұлағатты, ардақты ұстаздар. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деген ұлы абай атамыз. Сіздер жас ұрпақтың санасына енгізетін тәлім-тәрбие, үлгі-өнеге өлшеусіз. Сіздер жастардың болашағын айқындайсыздар. Бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жеңісті күннің кепілі. Ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай туған адамның алтынлылық демеші. Құрметті ұстаздар, Төл мерекелеріңіз құтты болсын! Арнайы сіздердің құрметтеріңізге ән шашуын арнайтын өнерпазымыз Бейбіт Санжа қабыл алыңыздар. Жүріп танытқан ұстаз деген жарықтан, бойға білім дарытқан нұр бол. Еңбегі бар ақталған, былық қиялды тарман, ұстазым асақталған сүргіп. Басты ұстаз лайық құрметке қабылда бұл әнді шәкіртіңнің алғысы деп айтқан жүректен. Есімде гүл ұсынған, көкке қиял ұшырған, құпиямды жасырған кездер. Ақ тілегім, ақ кемем, талай жанға бақ берген, өмір жолын сап берген сөздер. Басы емін мәңгі ұстаз лайық құрметке қабылда бұл әнді деп айтқан жүректен. Еңбегің сенің, ұстазым менің, жеткізген асқақ арманға. Мейіріммен берген білімің, сыйлаған жан жүрек жылуын, сезім толып қол. Басты емін мәңгі ұстаз лайық құрметке қабылда бұл әнді шәкіртіңнің алғысы деп айтқан жүректен. Басы емін мәңгі ұстаз лайық құрметке қабылда бұл әнді шәкіртіңнің алғысы деп айтқан жүректен. Алғысы деп айтқан жүректен. Санжар, тамаша орындап, осындай әдемі әннен кейін ұстаздарға дейін қандай ізгі тілегім бар? Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толды еңбектеріңізге шын пейілмен алғыс айта отырып, ұстаздар күні мерекесімен сіздерді құттықтаймын. Санжар, ұстаздарды құттықтап келіп, әннен тарту еткеннен саған алғыс білдіреміз. Ренжу,
ұстаздарымызға қанша ән арнап өлең оқысақ та, ол жандардың еңбектерін сөзбен айту оңай емес, солай емес пе? Иә, ұстаздарымыздың берген мейірімдері, берген білімдері барлығы да біздің жақсы болуымыз үшін. Келесі боп ұстаздарымызға өлең шумағын арнайтын Жайдарман Кәусар. Ең аяуы есім ғой ұстаз деген. Бар тіршілік бақытты ұстазбенен. Ұстазды жеткізгенше мұратына, білеміз деп лапылдап жана берем. Ұстаздың оттай ыстық алақаны, болған соң ойлайтыны балақамы. Біздерден ұстаздарға мың сан алғыс, өткен ол ұстаздардың ақырманы. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шындай биік алыпсыздар. Жан біткен жанарына нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Тамаша, ал енді достар, ұстаз туралы мағлұматқа кезек берейік. Ұстаз, жас ұрпақты, жалпы адамды ізгілікке баулып, жақсылыққа тәрбиелейтін, білім беретін оқытушы. Қазіргі қоғамда оқу тәрбие жүргізуші, маман, педагог ұстаз деп аталады. Дегенмен, ұстаз ұғымы арнаулы, білім қажетті құжатқа байланысты емес. Үлгілі, өнегелі өмір тәжірибесі бай адам ғана ұстаз бола алады. Егеменді, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке апарар жолын мектеп десек. Мектептің басты тұлғасы мұғалім. Адамның адам болып қалыптасуына ата-анамен қатар мұғалімдердің де рөлі зор. Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы ұстаздық ұлы құрмет. Себебі ұстаздар ұрпақтарды тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаздар өсіреді. Ұрпаққа өмір берген аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды солай ардақтауға міндеттіміз деген. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл ой, адамгершілік, ар ұят, ұлттық сана сезімді сіңіруші адам мұғалім. Ұстаз туралы халқымыздың қалдырған даналы сөздері, мақал-мәтелдері де бар. Достар, енді мектеп сәтін бізбен бірге көріңіздер. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі керемет мереке ұстаздар күнінде сөзіміздің бар жақсысын ұлы тұлғаларымызға арнаймыз. Жалпы ұстаз бейнесі шәкірт үшін адамгершіліктің ең жоғары үлгісі. Ұстаздың лаулаған жалыны әр жүрекке жылу сеуіп, нұр құятын, қуаттың өмірдің қайнар көзі. Ұстаз екінің бірінің қолынан келмес. Әрі аса үлкен жауапкершілікті қажет ететін жұмыс. Ұстаз баланы адам қылып, тәрбиелеп, күлімдеген, күнімдеген. Сенің жүрегіне, болашаққа, мақсат қоя білуге сенім ұялатқан зор тұлға. Ұстазымды мәңгі өлмейтін үлгі дерем, өйткені орны бөлек өзгелерден. Ұстазым еш жалықпай білім беріп, көңілге нұр өмірлік азық берген. Бүгінде білімді саналы ұрпақ қалыптастыру үшін қызмет етіп жүрген жан Әйгерім Құрмашқызына қонаққа келдік. Әйгерім Құрмашқызы, мерекеңіз құтты болсын. Рахмет, Айзере. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген қандай қиыншылықтары бар және қандай қызықты сәттері бар. Мұғалім мәртебелі мамандық. Сондықтан әр мамандықтың қиыншылығы бар деп жатады. Бірақ мұғалімдік қызметтің қиыншылығы бар деп айта алмас едім. Себебі мен мұғалімдік қызметті өзім таңдаған болатын, үлкен махаббатпен. Әрбір мұғалім өзінің алған білімін оқушы бойына сіңіре білу керек. Ал енді қызықты сәттеріне тоқталатын болса, бізде шығармашылық жоба, әртүрлі байқаулар, ғылыми жобалар болып жатады. Сол кезде оқушыларды апарған кезде кейбір оқушылар өздерінің заттарын ұмытып кететін болады. Сол тығырықтан шығу үшін жоқтан бар жасайтын кездеріміз де болып тұрады. Ұстаз қандай болу керек сіздің ойыңызша? Менің ойымша ұстаз әдепті, жаңашыл болу керек. Айта берсек өте көп қой. Бастысы
оқушының жанын түсінетін, бала жүрегінің бағбаны болу керек. Сіз сияқты ұстаз болғысы келетін балалар көп. Сол балаларға ұстаз ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Оқушыларға айтарым, білімді болу керек, білікті болу керек. Ата-аналарын сонымен қатар мұғалімді тыңдау керек, өз білімін шыңдай білу керек. Енді осында айтулы мерекеде әріптестеріңізге айтар тілегіңіз бар шығар? Әрине, әріптестерімді, барша ұстаздар қауымын мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларына береке, еңбекте табыс тілеймін. Білімді оқушылары көп болсын. Әйгерім Құрмашқызы, бізбен сұхбаттасқаныңызға рахмет. Атбас көрген ат таныр, ұстаз көрген хат таныр. Оққаның жақсы болса, жақының көбейеді. Ұстазың жақсы болса, ақылың көбейеді деген. Ұстаздардың жүгі жеңіл емес. Ұстаздарымыз жасай берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті ұстаздар, еңбектеріңіз жақсы. Еңбектеріңізді рахатын көріңіздер. Ұстаздарымыз барда біздің еліміздің болашағы жарқын болады. Ұстаздар күні мерекесі құтты болсын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.